үйіңнің 4 қабырғасындай көріп, 4 жыл бақтым. Алдымды кесіп сөйлемедіңдер. Оларыңа Құдай алдында рахмет. Ал енді үйде осатыңдар. Неге? Не үшін? Келісім шарттары бітті. Дипломдарымды алған соң, айда, үйімді босатыңдар. Маған да қартайғанда өзіммен өзіме тыныштық керек. Айда барыңдар. Қайтейін, бір жағынан жанымда шет сендерді ойласам, 4 жыл бойы қасымда болдыңдар. Үйренісіп те қалдым. Білмеймін. Нет, апа, біз сізді никогда тастап кетпейміз. Что вы? Вот, мына қыздар тастап кетсе де, мен сізді тастап кетпеймін. Я. Сізге әлі диплом алу керек. Содан соң байға шығу керек. Әлі қайда бізге? Апашыма, мен ешқайда кетпейінші. Мына қыздар баратын жері бар, мен қайда барамын? Ойбай-ау, айналайындар. Сендер мені түсінсеңдерші. Мен өзімді ойлап тұрғаным жоқ. Анау келе жатқанды ойлап тұрмын ғой, келе жатқанды. Келе жатқан дейсіз. Сонда сіз кім келе жатқан? Бәрекелді апасы. Байтаппын деп қуанып тұр екенсің ғой. Құтты болсын ана келе жатырғаның. Чего? Я ничего не поняла. Кто келе жатыр? Про кого разговор? Мені енді дұрыс түсініңдерші. Мен қыз емес. Ертең сендер кеткен уақытта менің де аяқ қолымды қымтайтын бір адам керек қой. Жалғыздықтың кесірінен сақтасын жалғыздықтың. Ничего, бәрі хорошо. Той жасаймыз, сонан соң тараймыз. Самый главный в пышной форме свадьбу сыграем. Правильно, Паша? Правильно, алтыным мне, правильно. Мы все вместе. Тойды жақсылап өткізу керек. Ән айтатын әйбат есть. Тамада куль-кайша есть. Тамақ пісіретін жанұя есть. Еще что надо? Вот у меня идея. Той біз диплом алған күні бірге болады. Солай ғой, апашка? Солай жаным, бәрі правильно. Қыздарымның ішіндегі еркесі сол бәрін айтқызбай-ақ түсінеді өзі. Тек сол жағы ыңғайсыздау. Сендерден бұрын тұрмысқа шығайын деп тұрмын ғой. Бәрекелді апасы. Сен тиер байыңа тиесің. Ал мына қала қызы Лола байсыз қалмайды. Мына әйбәтің ауылдық. Ауылға барса да біреуді табады. Бұл жерде байсыз қалатыны мына Жания екеуміз. Олай болмайды. Біз келіспейміз. Не осы үйден бәріміз байға тиіп кетеміз, не болмаса осы жерде кетпейміз. Вообще правильно. Мен де соны айтайын деп тұрған. Сондықтан дауысқа салайық, қыздар. Кіммен жақта? 1, 2. Мен қалыс қалам. Сен де бір. Өзімнен бір сондай көптен ойлап жүрген жоспарлы ойым бар еді. Түсімде сондай күшті түс көрдім. Қандай? Айтпайын секрет. Қошақ секретіңмен. Апа, мен ешқайда кетпейінші. Қыздар, осы сендер неге менің тағдырыммен ылғи да ойнайсыңдар? Сенің тағдырыңмен кім ойнап жатырған? Қайта екеумізге бай табайық деп мен жанталасып жатырмын бұл жерде. Тек бай демеш, тым құрмаса жігіттер десейші. Дура! Қазақтың аттарының бәрі баймен біткен. Дүйсенбай, Сейсенбай, Сәрсенбай, Бейсенбай. Бай деген ол байлық, богатство. Миллион, миллиард. Теперь я поняла. Бай – это богатство. Здорово. Мен оны сондай грубо көріп жүрсем, байым менің байлығым. Миллион, золотко моя, бай.
4 жыл бұрын осы қыздарды алып келген осы шаңыраққа кім? Мен. Мына үйінді ремонттатып берген кім? Мен. Ана алыс сапарда жүрген жақындарыңды кім тауып берген? Мен. Кет жары. Енді келіп алып маған үйді босатыңдар десең. Маған керек десең 10 балаға байға тиюі, бірақ та біз байсыз бұл үйден кетпейміз. Ау, түсінсеңдерші мына айналдырған екі ақ бөлмеге мен кімді сыйдырам? Ана келе жатқан жігіттен жат емес пе? Жігіт? Что он молодой? Жігіт болса жақсы ғой, қастарында достарына бақшы бар. Апасы, жігіттіңіз жас па? Бағана шау деп атырыңыз ғой маған. Енді өзіме жігітті? Жарайды апасы, көп сөздің қажеті жоқ. Тренировкаға кетуім керек, одан кейін таңға дейін күзет қыздар. Проблеманы шешіп қойыңыздар. Апасы, менде екі вариант бар екенін түсіндім. Не біреуі осы жерде баймен кетем, я болмаса осы үйге кеткен ақшамның, еңбегімнің құнын алуым керек болады. Ендігі тыңдаңыз. Маған дегенде адвокат жалдайсыздар, шаруаңыз өзіңіздікі. Мазамды алғандар. Мен кеттім. Әкел бала. Албасты. Құл кетем деп қорқытады демекші. Күні кеше жанымда қалмай жүргенімде ұмытқан екен. Албасты. Мен сені сотсыз-ақ аттандырам мен сені. Адвокатсыз-ақ аттанарсың албасты. Үйірі. Апа, сіз бізде жай солай ойлайсыз ба? Мен сізді анамдай жақсы көріп жүрсем, адам аласы ішінде, мал аласы сыртында деген осы екен ғой, Өй, балары! Енді сен қалыпсың маған ақыл айтуға. Немене ойлалап тұрсың? Мана сен аналарға қосылып қол көтердің бе? Қол көтердің. Енді немене ойлалайсың? Апа, мен қалыс қалдым ғой. Сіз не айтып тұрсыз? Ал қалыс қалу, нағыз сол арамдардың ісі, білдің бе? Олай болса, мен де кетін суыма тимей, бұл үйде кетпеймін. Ал ендеше. Так, все понятно. Так жить дальше нельзя. Я пошла. Қайда пошла? Мен біріншіден күймен таппай бұл жерден кетпеймін. Алдымен диплом и сразу жігіт. Ал менде жігіт жоқ. Мне придется еще долго здесь. Ал мен долго осында әлі боламын. Закон мен жақта. Я пошла! Қайда пошла? Куда пошла? Ал керек болса. Бұлар кетпесе, мен қалай кетем? Қыздар, іздеген қызық, маған да қызық. Ауылға жігіт таппай қалай барам? Енді есіме түсті ғой. Осыдан жігітсіз ораса шашымды бір талдам жуам деді ғой анашым. Толым апа, мен қалай күйеуге кетем, солай үйді босатам. Кеттім мен. Ойлап қалғырлар. Бұлардың күйеуге тиюі мен үшін міндет пе? Сен жылама, сен менің қасымда қаласың. Ана үшеуінен құтылу керек. Ана боласы бар ғой, оңбаған қала қызы. Ал әлгі әйбат па десем, оны да қой. Ал әлгі күл қайшасы бар ғой, ол оңбағыр айтқанын істетеді. Осы үшеуінен құтылуымыз керек. Мен де әлгі келе жатқанмен жарасамыз ба, жараспаймыз ба, оны да бір Құдай біледі. Маған бір қол бала керек қой. Сен ешқайда кетпейсің. Апа, мен ешқайда кетпейінші. Мен сіздің кірлеріңізді жуып, үйлеріңізді тазалап беріп, тек ешқайда кетпейінші. Жарайды жаным, жарайды. Сен бар, ақша берейін мен саған, сен жүгір магазиніне бар. Жүгір. Алло, күлім көз? Ай, күлім көз, сен жет маған. Шаруа бар, тез жет. Я тез. Сәлематсыз ба? Амансыз ба? Жақсы. Аздап шыдаңыз енді. Мына үйде ағайындардың қыздары бар еді. Жақында дипломдарын алады. Бір-екі айда сосын үйлеріне кетеді. Аздап шыдаңыз. Өлең дейсіз бе? Оқыңыз. Кімнің өлеңі? Омар Хайям? Ойбой, бәрі түгендепті ғой тіпті.
Жақсы, жақсы. Енді аз шыдаңыз. Жақсы сау болыңыз. Мен де жақсы. Күлім көз, амансың ба? Дүниенің соры енді басталып, қайдан жайшылық болсын? Отыр сен, кел. Ана тапқан шал ұнамай қалды ма? Ой, шалың әзірге жарас тұр. Әңгіме басқа да, сен кел отыр. Құлағым сізде жеңеше. Сен жас. Лола, Әйбәт, Күлғайша. Осы үшеуінен құтқар мені. Қалай? Атып өлтіріп пе? Атып өлтірген несі? Байтап, бай. Маған қалай шал таптың? Соларға да солай байтап. Мына заманда жігіт аз, қыздар көп. Қайдан қалай? Құдай-ау, осы кезде көшеде қаңғырған итпен қаңғырған жігіт көп емес пе? Тап солай біреуін. Құтқар мені тек осылардан. Түсіндім жеңеше. Бірақ менің спискімде кірген қатыны өлген, қатыны тастаған, түрмеде отырғандар ғой. Енді қайтем? Қазіргі жастар сөз ұқпайды ғой. Олардың сұрайтыны үйі бар ма, машинасы бар ма, айлығы бар ма? Жеңеше, Күлім көз, егер тапсап, онаны аламын ғой, иә? ал қазір ал. Міне, қолыңа жүзік, бриллиант, сырға да берем. Тек мына үшеуінен құтқар мені. Құтқар. Жарайды, жеңеше. Күлім көзге бір қалып көрсін. Тек жеңеше, сен аз күн больницаға жата тұр. Жарайды. Мен мына қыз ойнаққа салайын. Тек мына әлгі келе жатқан шалмен мына көршілер біліп қоймасын. Жат болар, ал кел, ал. Ал жарайды, шабытын кел. Ал шабыт. Алло, Лола, ана Әйбәтті алып тездетіп келіңдер. Күлғайшаға да тезде жетіңдерші. Не істеймін енді? Алло. Саламатсыз ба? Сіз кімсіз? Апам больницада. Сіз кім боласыз? Жігіті? Менің атым ба? Атым Жания. Жасым ба? Жасым? Жас. Сіз нешедесіз? Сұмдық-ай. Апамда жігіт бар, менде жігіт жоқ. Апам қандай бақытты. Что такое? Что случилось? Не болып қалды? Жедел әкетті апамға жандым. Жігіттерге жедел жәрдем әкеттім. Жігіт не әкетті? Жігіті ұрыс па? Жедел жәрдем машина. Женя, машина? Ой, больницаға алып кетті, больницаға. Уже умерла? Ой, бұны машинаға айтшы, дұрыстап түсіндіріп. Сендер кеттіңдер, апамда құлады давление. Не істейміз енді? Ту, сенде жедел жәрдем, скорая демейсіңдер. Ей, скорая свет! Апам өзі мен қайда барады? Мәселе жақсы болады. Барлық мәселе шешіледі. Бұндай мәселе күнқаша шешілмейді. Күнқашан табу керек. Келді. Кім? Жігіті, бағана жігіті звондаған сол ел. Тығылшы тез. Қайда тығылып жатсың, аңда. Оға, аңда деймін. Қайда әлгі ауастылар? Кімдерді айтасыз? Қыздарымды айтам, қыздарымды. Олар жоқ. Бірі жұмыста, бірі оқуда.
бәрі де бітті. Жеңеше, апам аман ба әйтеуір? Апамның аяғы аспаннан келді, өлді, өліп түсті. Өлді. Апашыма, енді не істеймін, не пайда? Зарлама, тірі, бірақ жақында өледі. Сендер адамды қойып, өгіз өлтіресіңдер. Біз не жаздық, жеңеше сонша? Дәрігердің айтқаны асты 180, үсті 250. Көрдің бе қандай давление? Бұл ұзамай өледі деген сөз. Маған дайындала беріңдер деп. Не дейді, жеңеше, рас па? Рас. Ал мынаны көрдің бе не екен? Мынау деген завещание. Бұл не, жеңеше? Өсиетнама, документ. Адам өлген соң Құдаймен соттың алдында жазылатын өлінің өз сөзі. Бұнда мен туралы тырып құрса, бір жақсы сөз бар ма? Бар, бәріміз жайлы жазылған. Оқысан жүрегін ауырады. Кім білген, олай-бұлай болып кетсе, жігітіме сәлем деді де талқысып кете барды. Өй, зарлама, одан да тыңда мына хаттағыны. Жаным, жан серігім күлімкөз, адам ғұмыры мәңгілік емес. Жас ұлғайғанда тапқан жар дегендегі жалғыз жігіттің де қызығын көрмейтін түрім бар. Айналам алақтаған қалың жау, жақында түс көрдім. Түспен бірге жаман іс көрдім. Түсімде 4 қабырғама жан бітіп, 4 қасқырдың қаншығына айналып талап жатыр. 4 жыл бойы асырап баққан еңбегім аспаннан төбеме қан болып жауды. Жігітіме де сәлем де бір уыс топырақ аямасын. Ал мына 4-еуіне айтарым. Алда жолда олай-бұлай болып кетсем, жауапқа тарт. Түске кірген 4 текті де, ар жағын жаза алмай, әлде айта алмай, демастықпен көрдім. Көрдім бе қандай завещание? Өсиетнама. Бұл деген документ. Ал енді не істейміз? Жеңеше, бәріне өнеміз, тек сіз айтыңызшы. Көнсеңдер болды, жастарым болса келді. Енді жақында бір айдан соң дипломдарын да қолдарына тиеді. Сондықтан ең дұрысы бай. Оны бізге кім беріпті? Іздейміз, табамыз. Қайдан, қалай? Табамыз, іздейміз. Жеңеше, табыңызшы, ақыңызды аласыз. Ақысыз. Сендерге жаным ашығандықтан. Мен де талай рет қыз болып қысылғанмын. Дүниенің ең соры байға тию. Бәрін шешетін бай. Мұны тағдыр дейді. Диплом оңай, жігет қиын. Жеңеше, өтінем, бір дұрысынан табыңызшы, өтінем. Түрмеден келген болса ше? Ой, жоқ. Түрмеден келген болса, ана күлған шаға. Жарайды, жақсы. Саған бұйыртқаны осы болады, ие бол. Тек айтқанды тыңдап, айдауға көніңдер. Тездетпесе болмайды. Жарайды, мен кеттім. Аяқ асты апамыз жүріп кетсе, бәрі менің мойнымда. Мешіті, жылы, қырқы, молдасы дегендей. Жарайды, мен кеттім, жақсы ма? Апа, кірлеріңізді жуып үйіңізді жинап берем. Тек маған бір дұрысын қарастырыңызшы. Өзің білесің. Мына заманда жігіт тапшы, тек айтқанды тыңдаңдар. Сосын ана қыздарына да менің сәлемдемемді жеткіз. Жарай ма? Жақсы, мен кеттім. Ничего не поняла. Апам өлген жоқ. При чем тут мы? Ой, бай, үндеме. Өлмеген жақсы. Осы кезде жеңешеміздің пайдасы болып қаламыз ба? Ола, сен телефонмен сізден күлғашаны шақыр бол. Жания, бергенші. Бай, не кетін екеуміз. Маған ұнамаған сен ал. Бастан дауды маған жер. Ауылда ел жұрт ағайын бар дегенде саған бәрі емес пе? Неге бәрібір? Маған да дұрысы керек. Өлі, ана жолымызды бірі деп сыңсып едің ғой, қойсай. Өлі. Тезімен, тезек қабымен. Я, тезек қабымен дұрыс айтасың. Тұрсақ өзіңе қарасай. Сендер мені кемсіткендерді қашан қоясыңдар? Ал, мен жетіммін, сендер кімсіңдер? Сендер тірі жетімсіңдер, білдіңдер ме? Оқымаған, сауатсыз, малдан басқа түк те білмейді. Өлі, не дейді? Мен саған тезек деп қазақты мақалымен ғана айтып тұрмын ғой, өлі. Ойлар қандай оңбаған, а? Сен білесің бе? Жақсылардың бәрі ауылдан шыққан. Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Мәркен Марғұлан, Мағжан Жұмабаев, Қоңқабай Байқоған. Қоңқабай Байқоған, ол кім тағы? Менің атым. Атам ауылда, атында көше бар, білдің бе? Өтірік соқпа, мен кітаптарын бәрін оқығам. Қоңқабай Байқоған деген қазақтар жоқ. Атама тіл тигізген! Детский домның девушкасы! Мүсіркесен жетіме тергізілді! Қазір Қылбаша келсін, көреміз кім детдом. Что за шум? Камень тухнанды. Осы сенді
Папа, мама бәрі бар. Но душа жетіп. Я понимаю. Вот душаларың жетіп, мен де соны айтқам. Хватит! Не болды? Әптіш, Лоланың айтқанда рас па? Бір ауыз өтірігі жоқ. Ана жақтан қыздар өз құлағымен естіп, не істейміз? Қалайша бір ауыз сөзге қалады? Ауыра қалады. Мен сенбеймін. Қайша, сен білесің бе? Осы давлениеден ауылда бар ғой, жетеркек ашу үстіне сөзден өт деген. Мен не дедім соншама? Мен мазғам тоңқайды өтсін сенбіз. Өлсе өрем қапсың. Мен айтсам тек қана байға кеткеннен кейін барып кетем босатам дедім. Мен миың тоңқайды өтсін сен. Қырғайша, апамның қолында өсек намаға сонда жазылған. Өлсем өлімме ана төрт жауапты деп. Ол зарлама. Қазір өзіме звондап беремін. Әртүше. Жеңеше, бұл мен. Күлім көз жеңеше. Мен, Күлғайша. Иә. Жаңа естіп біліп отырған. Жақсы, қазір мен барамын. Немене? Реанимацияда? Жарайды. Жалпы қыздар біз қашаққа түстік. Ана апамыздың жігіті, сендер айтқандай. Бывший прокурор. Енді ісі бізбен болады. Ал не істейміз? Әне айттым ғой, қарап жүрмей сотталатын болдық. Мәселе ода емес. Қайша, сен білесің бе? Жеңешеміз бізді бір жігітке қоспақ. Ол таптырмайтын байлық қой. Ол дәстүр, білдің бе? Жақсы дәстүр. Міне қаш, жаңа кеттің. Не зат мынау? Таңдағаныңа тиесің, таңдағаныңа. Қалай өзің таңдайсың? Несколько жігіттерді ме? Я. Это же с гарантом, да? Конечно. Бұл ата дәстүр. Бұл кітаптарды жазылған қараш оқыш. Жарайды, кезек миымда отпай. Қайтеміз енді? Жеңешеміздің айтқанда көнеміз да, көрейік жігіттерін. Не болды, жеңеше? Апамның жағдайы қалай? Жағдай қиын. Асты 180, үсті 250, ортасында болып тұрған жоқ. Қасында жігіті. Қартайғанда көрген қызығым бұл бекер емес. Саған кім тиісті? Неге осыншалық давление көтерілді деп пікірде отыр. Ал апамыз болса, көкке 4 саусағын көтеріп үн-түнсіз жүр. Өлә, 4 саусағын дейді, ол біз ғой, өлә. Иә, енді не істемексіңдер? Сваха, жақсы традиция. Я согласна. Маған городской тапсақ болады. Менде городскойлар жоқ. Зато ең керемет жігіттер бар. Как керемет? Крутой? Крутойдың крутойы мына заман байтандап көтерілетін заман емес. Ең бастысы 12 мүшесі аман болса болды. Болмай бара жатса, бір бала тапқан соң таясындар. Екі бала болса ше. Түріктен жақсы. Ой, онда маған шанс жоқ қой жігіттерден. Неге? Қалай неге? Мына түріммен. Күнде тренировка, күрес, тяжеловестің өзі болып алғамын. Маған жігіт қарай ма? Бір айға қыз қалпына кел. Боян, қыз алмайтын қамал жоқ. Ал ендеше бүрсігіні ашық конкурс. Ал дайындалыңдар. Мен хай-хай дегенде ән айтасыңдар. Бай-бай дегенде билейсіңдер. Жай-жай дегенде тоқтайтын болды. Алай бар ендеше сенен бастаймыз. Хай-хай! Жақсы. Жаман емес. Ара-тұра өзімде келіп тұрамын. Бірақ артық кетіп, жігіттерді шошытып алмаңдар. Жарай ма? Ең бастысы қылықты болыңдар. Қылық обаяние. Жігіттер не сұраса да қолдан келмейді дегенде айтпаңдар. Жарай ма? Ал ендеше мен кеттім. Дайындалыңдар. Арман қуып ауылдан асып, келді көп